Ассаламу алейкум. Бұл видеода біз сіздермен дәл осындай трикотаж мастасынан осындай прямой силуетті байка оверсайз размерде тігетін боламыз. Бұдан кейінгі видеоларда мен сіздерге өлшем алуды және де базалық лекалаларды құрастыруды үйренетін боламын. Оңайдан қиынға дейін. Сол себепті каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл қазір біз сіздермен осы көйлегіміздің пішілу жолын қағазда көрсететін боламын. Мына ақ қағаз бізде мата ретінде қабылдаймыз. Мен сіздерге қазір барлығын көрсетемін. Мінекей бізде мынау біздің матамыз деп есептейміз. Мынау менің матамның ені. Мынау менің матамның ұзындығы. Мен бұл сызықты не үшін сыздым? Мына жерде бізде әдетте кромка жүреді. Кромка дегеніміз не? Бұл матаның мына жақта тесіктер тұрады. Бұл основном ұзындық жағында болады. Бұл көйлекті тігу үшін бізге 2,5 метр, немесе егерде бойыңыз 160-қа дейін болатын болса, 160-қа дейін болса, 2,5 метр, одан үлкен болса, яғни ұзын болса, 3,5 метрде жетеді. 3 метр дейік, 3 метр жеткілікті болады. Бізде опущенный рукав болады, және де жеңіміз резинкада болады. Бізге дәл қазір не істеу керек болады? Дәл қазір бізге осы кромкамызды толығымен қиып алып тастау керек болады. Матаға істеген кезде сізде дәл осыны істейсіз, яғни матаңыздың кромкасын бір-бірінің бетіне қаратасыз да алып тастайсыз. Бұл жақты тігуге болмайды, себебі матаның жаңағы тесіктерінің барлығы көрініп тұрады. Мінекей кромкасын алып тастадық біз сізбен. Енді бізге осы матамызды пішу керек болады. Ол үшін біз не істейміз? Міне екі жақ шетін алдық кромкасын. Мынау біздің матамыздың беті, мынау астары. Енді біз матаны бетіне орналастырамыз. Бұл матаның ұзындығы менде 2,5 метр. Егерде сіз S, M немесе 46-48 размер киетін болсаңыз, сізге 2,5 метр жеткілікті болады. Бойыңыз 160-қа дейін болатын болса, бұл бізде оверсайз болып саналады. Енді біз осы немізді пішіп бастаймыз. Мен сіздерге приблизительно көрсететін боламын, бірақ сіз соны кішірейтілген масштабта көрсетемін, яғни осыда. Ал сіз өзіңіз матаны дәл осылай қойып, үлкен масштабта тігетін боласыз. Сонымен бұл біздің көйлегіміз 46 размер және 160-қа дейінгі размер бойы 135 сантиметр. Яғни көйлегімнің ұзындығы менде 135 сантиметр болып саналады. Енді мен осы жақта примерно 135 сантиметр осы жерде деп белгілеймін. Мінекей. Дәл осыны квадратта бізде көйлегіміздің артқы бойы мен алдыңғы бойын сызып үйренетін боламыз. Біздің көйлегіміз бас жағы мына жері горловинасы лодочка болады деп айтқан болатыны, соны және де мына жағын косая бейкамен обработка жасаймыз, соны ұмытпаймыз. Енді мынау бізде міне матамыз бүктелген жер. Осы бүктелген жерден біз иық ойындысы, мінекей мойын ойындысы, осы жерге дейін мен 15 сантиметр мінекей нүкте қойдым. Мына орталық менде 15 сантиметр. Енді осы жерден бізге иық тігісіміз жүретін болады. Иық тігісі мына сызықтан төмен қарай 6 сантиметр болады. Мінекей мен 6 сантиметр төмен түстім және сызығымды түсірдім. Енді осы 6 сантиметрден бізге жеңімізді сызу керек болады. Жеңімізге мен төмен қарай 23 сантиметр түсем. Осы жер менде 23. Осы 23 сантиметрден мінекей мынау бізде прямой.
мына бір матамызға перпендикулярны 4 сантиметр. Мына жақ бізде 4. Енді осы 4 сантиметр мен дәл осы жерге мен доғал сызық жүргіземін. Ол бізде дәл осылай болып шығады. Мінекей, приблизительно осылай. Астыңғы жағымыз былайынан созылып кетеді. Мына аралық 4 сантиметр, мына аралық 23 сантиметр. Енді осы көйлегіміздің ширинасы қандай болады? Бұл жерде стандартты 44-тен 52 размерге дейін мына өлшем бізде 40 сантиметр болады. Сонда ашылған күйі 80 және алдыңғы бой мен артқы бойды қосқан кезде 160 сантиметр, яғни подолымыздың ұзындығы бізде 160 сантиметр. Енді сізге айтып кететін нәрсе, мінекей біз мына жерден 15 сантиметр жүргіздік. Мына бізде мінекей мойын ойындымыз, осы жақтан белгіледік. Мойын ойындысын есептеген кезде біз мына жақтан 4 сантиметр түсеміз, және де осы бөлікті біз доғал сызықпен лодочка ретінде былай қиып аламыз. Мінекей біздің мойын ойындымыз дайын. Енді көйлектің ұзындығы. Қараңыз, біз мына жақта 135 сантиметрді мына иық бөлігінен өлшедік те, былай қарай төмен түстік. Бұл бізде тік. Біздің физиологиямыз ондай емес. Яғни біздің иығымыз түсіңкі болып келеді. Осы жерді бізде мына жақты сәл көтеру керек болады. Оны көтеру үшін біз қалай істейміз? Яғни бізде осындай болу керек. Өйткені мына жағын егер киген кезде салбырап екі жағына түсіп тұратын болады. Оны істеу үшін біз мына иық ойындысынан қараңыз 135 сантиметрді өлшейміз ғой. Міне, менде приблизительно 17 деп тұр. Мына жаққа қарай бұрамын. Мінекей 17 сантиметр менде жылжып бастады. Тағы да бұрамыз, яғни көйлегіміздің етегіміздің біткен жағына дейін дәл осылай 17, яғни сіз 135 сантиметр етіп аласыз. Мінекей, сіздің етегіңіздің формасы дәл осындай болу керек. Бұл жерде 135 сантиметр менде жаңағы қайырып тігумен бірге. Егер де сізге ол аз дейтін болса, осы ұзындығыңызға 135 плюс 5 сантиметр алып қаласыз. Қайырып тіккенге егер де ұзын болып жатқан болса, онда және жаңадан тігіп бастап жүрген болсаңыз, онда осы нені алып тастайсыз. Енді осыны тас қиып аламыз. Ашып көреміз. Мінекей, біздің алдыңғы бойымыз дайын. Бізде бұл жерде алдыңғы бой мен артқы бой бірдей болады. Сол себепті сіз мінекей матаңызды аласыз. Келесі жағы дәл осылай бүктейсіз. Либо мына ұзындықтан, менде жетпей тұр. Осы ұзындықтан түсіресіз. Мына бүктелген екінші жақ шетіне дәл осылай қоясыз. Қойғаннан кейін просто бормен аласыз. Хоп. Дәл осылай бастырып аласыз да, өз ұзындығыңызды полностью қиып дайындап аласыз. Енді бізге алдыңғы бойымыз, артқы бойымыз толығымен дайын. Енді бізге не керек болады? Бізге екі деталь жең керек болады. Жеңді біз не істейміз? Дәл осылай мінекей бетіне қараттым. Екі деталь қиып алып шығу үшін осылай бүктедім. Енді мына жақ шетте 22, яғни квадрат өлшейміз. Мынау бізде сгиб. Бүктелген жері ұмытпаймыз. Сгиб. Былай қарай 22 сантиметр. Төмен қарай 50 сантиметр аламыз. Приблизительно 5 сантиметр деп алайын. Мінекей, біздің жеңіміз макет. Ұмытпаймыз. 22. Былай 50. Мынадан былай қарай, мына точкадан, мына нүктемізден төмен қарай біз 4 сантиметр қосамыз. Және де мына точкадан
осы 4 сантиметрімізге дейін осылай доғал сызық жүргіземіз, чтобы мына жақ киген кезде жеңіміз торчать етіп тұрмау үшін. Енді ашылған күйі мына деталь бізде 44 сантиметр болады. Одан кейін мына деталіміз енді бізге осы жерде, егерде сіз осы жеңіңіздің астыңғы жағын, яғни мына жақ шетті сборкамен жасайтын болсаңыз, онда дәл осылай қалдыра берсеңіз болады. Жоқ, сборка емес, кішкене жинақы тұрсын дейтін болсаңыз, сіз мына жақтан, мінекей бізде былай 22 сантиметр ғой, ол ашылған күйінде бізде 44 сантиметр. Ал жаңағы көйлегіміздің жеңі бізде 23 деп алған болатынбыз, 1 сантиметр бізде тігіске кетеді, сонымен дұрыс болады. Біз мына жақтан 30 сантиметр, яғни былай қарай дайын күйі 30 болатын болса, былай қарай 15 сантиметрді белгілейміз. Мынау сгиб. Осы 15 пен мына 22-ні бір-біріне қосамыз. Мінекей дайын болды. Енді осы жеңімізден бізде 2 деталь қажет болады. Дәл осылай міне матамыздың бетіне қаратамыз, сыртына дәл осындай сызықты түсіреміз. 2 деталімізді осылай қиып аламыз. Бізде бұдан 2 болады. Мына деталіміздан, яғни алдыңғы бой мен артқы бойдан бізде бір-біреуден болады, то есть мынадан 2, мынадан 2, және де қалта керек болады. Қалта бізде қалай? Если хотите қалта жасаңыз, если не хотите қалта жасамаңыз деген сөз. Қалтадан бізде 4 деталь қажет болады. Бұны біз қалай есептейміз? Мен сізге қазір үлкейтіп көрсетемін, бірақ сіз өлшемдерге сәйкестейсіз. Қалта жасау үшін бізге ұзындығы 24 және де ені 14 сантиметрлік 4 квадрат керек болады. Мысал ретінде, мынау біздің қалтамыздың кірісі болатын болса, біз дәл осы қалтамызды осылай жан-жағын барлығын доғалтаймыз. Мінекей осындай формада шығады. Яғни былай 14, былай 24, дәл осындай қалтадан бізге керек болады 4 деталь. Сіз өзіңіздің матаңызды аласыз. Бұл көйлекті біз трикотаж матасынан жасап жатырмыз, ұмытпаймыз. Қалауыңызша басқа жаздық маталарды штапельден де тіксеңіз болады, себебі бұл оверсайз ешқандай қиындығы жоқ. Басқа мысалға Сингапур, жатка, муслин, осым өзіңізге қандай мата ұнайды, соның барлығын істей берсеңіз болады. Сонымен бізде сіздермен не болу керек? Алдыңғы бой 1 дана, артқы бой 1 дана. Жеңіміз 2 және қалта 4, сосын жаңаға ойындысын обработка жасауға ұзындығы мойын ойындысымен тең 15-те 15, 30, яғни 15 сантиметр деп алдық қой біз. Ені 3 сантиметр және де мына ұзындығы 30 сантиметр болатын 2 ұзын деталь қажет болады. Және сіз ол детальді дәл осылай 2-ге бөктеп, үттіктеп дайындап аласыз. Мінекей ұзындығы 30 және ені 3 сантиметр. Енді тігуге көшеміз. Бұл көйлекті мен оверлокпен ғана тігетін боламын. Мінекей заправкасын дайындадым. Ең бірінші бізге осы мойын ойындымызды обработка жасап алу керек болады. Міне біздің иығымыз, мінекей мойын ойындымыз лодочка ретінде дәл осы лентамызды қоямыз. Мінекей қараңыз, мына сгиб бізде бетіне қарап тұрады да, дәл осылай біз өзіміздің тігісімізді оверлокпен жүргізіп шығамыз. Машинаға келдік. Мінекей біздің иығымыздың ұшы, мінекей біздің лентамыз. Бізде сгиб мына жақ шетте, мен 1 сантиметр міне асырамын. Сізде дәл осылай 1 сантиметр асырып істейтін боласыз.
ештеңені тартпаймыз, әр мата өзінің несімен, движениясымен кетеді. Мінекей біз тіктік. Міне біздің тігісіміз ашылған күйі ол осындай болады. Енді бұл бізде артқы бой болса, дәл қазір алдыңғы бойға дәл осылай тігіп шығамыз, және де осы жерді біз әдемілеп үтіктеп алуымыз керек. Мінекей мен үтіктеп дайындап алдым. Астыңғы жағымыз біздің осындай. Енді бізге алдыңғы бойымыз бен артқы бойымызды иығына келістіріп бекітіп алу керек болады. Мінекей артық жері қалды, бұл тұра берсін. Қазір оверлокпен шешкен кезде жоқ болып кетеді, иншалла. Қараңыз. Біздің мынау иық тігісіміз. Енді осыны біз бір-біріне дәлдейміз де иінелеп аламыз. Мінекей, иінелеп алдым. Енді біздің тігісіміз қалай жүреді? Мінекей бізде артық тұр ғой. Дәл осы мына иығымыздың бас жағынан бастаймыз да, мына жақ қатармен осылай түзу жүріп өтеміз. Сол кезде мінекей біздің мына неміз артық жеріміздің барлығы қиып алып тастайды. Және де екінші жағымызды дәл солай екі иық тігісін бір-біріне келтіреміз. Иінелейміз. Және де оверлокпен тігіс жүргізіп шығамыз. Болды, дайын. Мінекей, тігісіміз бізде бұла жақтан келе жатады, мына жақпен бірге қосып алып кетеді. Мына жерімізді жабу керек. Тігісіміз дайын, енді осыны үтіктейміз. Қараңыз, мен артық жеріміз бізде кетті. Оған дейін бізге мына оверлочный жіпті тығу керек болады. Оны тығу үшін біз не істейміз? Осындай дәу тебеніне аламыз. Осы жерге жаңағы оверлоктың жібін өткіздік, және де дәл осылай оверлогымыздың ортасынан, немесе мына тігістердің ортасынан өткізіп аламыз. Сол кезде біздің жібіміз тарқап кетпейтін болады. Міне, өткіздік қой. Тартамыз. Тартқаннан кейін мына артық жерін қиып алып тастауға болады. Екінші жағында дәл осылай бүкіл оверлочный строчканы дәл осылай тығатын боласыз. Бұны үтіктейміз. Мінекей біздің иығымыздың жаңағы горловинаның обработкасы дәл осындай болды. Енді біз жеңімізді қосатын боламыз. Көйлегімізге жеңін жалғау үшін біз не істейміз? Мынау біздің иығымыздың тігісі, мынау горловинамыз, мынау менде беті, мынау астары. Енді жеңі, мынау доғал қылдырып қию керек екенін сіздің есіңізде. Осы жеңімізді бір-біріне бетін қаратамыз, түйістіреміз, ортасын былай тауып аламыз да, мына жаққа ине бекітеміз. Одан кейін біздің мынау иығымыз, иық тігісіміз, тігісті арқасына қарай жатқызамыз. Одан кейін дәл осы инемізді аламыз. Енді инемен иық тігісті дәлдейміз де бір-біріне бекітеміз. Дайын. Енді бұл бізде ашық. Екі жақ жан тігісін тіккен жоқпыз, ұмытпаңыз. Сонымен мінекей иық тігісінен оңға қарай жүреміз де
Иінемен бекітеміз. Мінекей. И солға қарай дәл солай. Иінемен бекітеміз. Енді оверлокпен тігіп шығамыз. Екінші жақ шетін дәл солай. Ортасын табамыз. Иық тігісін дәлдейміз. Тігісімізді жүргіземіз. Мінекей алдықта иық тігісімізге жеңімізді қостық. Екі жақ шетінде қостым. Енді бізге қалта тігу керек болады. Если қаласаңыз, конечно, қалта тігесіз. Мына жақтан, міне, қолтығымыздың ойындысы бар ғой, содан қарай, мына жаққа қарай 18 сантиметр өлшейсіз. Бұл стандарт. Өлшегеннен кейін сізге дәл осы менің қалтаны, помните? Осылай етесіз дем. Мінекей мен 18 сантиметр өлшедім. Қалтамды дәл осында қоямын. Иінеммен бекітемін. Дәл осының бойымен. Және тігісімді жүргіземін. Бекітіп алдым. Енді дәл сол оверлогыммен тігіс жүргізетін боламын. Мінекей қараңыз. Бетіне қаратты, мына төмен қарай түседі. Енді осының келесі бөлігі бар бізде. Мінекей, екінші жағымыз, мынау жеңіміз. Айналдырамыз. Енді біздің міне қолтық ойындымыз и міне белгіміз 18 сантиметр. Дәл осы жерге бетіне қаратамыз да екінші немізді бекітеміз. Бекіттік. Толығымен иінелеп шығамын. Екінші жақ қалтаны дәл келтіріп аласыз. Готово? Енді біз тексереміз. Мұна біздің жеңіміз. Мұна біздің жаңағы жеңіміздің тігісі. Осыны бір-біріне келтіреміз. То есть қалталарымыз дұрыс бекіттік па, жоқ па дегенде тексеріп алу керек. Мәне қалтамыздың беті, екінші қалтамыздың беті дұрыс шықты да. Мінекей, смотрите. Екі қалта бір-біріне түйісті. Енді осы жерді мынаны оверлоктаймыз. Екінші жақ шетін оверлоктаймыз. Одан кейін жан тігісін қосатын боламыз, иншалла. Міне екі қалтамыз дайын. Енді біз не істейміз? Мына бізде жең бетіне қаратамыз. Одан кейін мына қолтық ойындысындағы екі тігісті бір-біріне келтіреміз. Ең маңызды жер осы жер. Тек осы жерді ғана тігістерін жеңіне қаратып, иінелеп алсаңыз болады. Және осы жерді біз толығымен етегіне дейін мінекей екі қалтаны бір-біріне келтіреміз. Осы жерді міне тігісті былай қаратамыз. Иінеледік. Міне, қараңыз. Жеңімізден бастаймыз. Мына жақты толығымен қолтық ойындысы. Мынау бізде жеңіміз, қалтамыз мінекей бір-біріне келеді. Оверлокпен дәл осылай айналдырып, толығымен етегімізге дейін тігіс жүргіземіз. Дәл сол оверлогымызбен. Мінекей, мен жан тігісін барлығын қостым, қалтасын барлығын қосып шықтым. Осындай қалтамыз бар біздің. Енді бізге жеңін және етегін обработка жасау қалды. Жеңіміз біздің осындай. Жеңінде менде резинка болады. Сіз қаласаңыз оверлоктап, жай ғана қайырып тігіп шықсаңыз болады. Мен резинка орнататын боламын. Менде осындай 2-де 18 сантиметрлік екі резинка бар. Қазір екеуісін қосамын. Ары қарай не істеу керектігін көрсетемін.
Мінекей менің резинкам дәл осылай бір-бірін жалғап алдым. Енді мен бұны дәл осы тігіске келтіремін да инелеймін. Мінекей мына жақты инеледім. Енді дәл осының ортасын таптым. Мына жерге белгі қоямын. Мінекей енді жеңімізді дәл солай ортасын табамыз. Міне бізде ортасы. Енді осы екі ортасын біріктіреміз. Біріктірдім. Инемен бекіттім. Дәл осылайша. Енді бізде оверлок жасаған кезде мынаның ортасына мына жерге бір ине бекітеміз, мына жерге бір ине бекітеміз қазір. Мінекей инелеп алдым. Енді бізге бұны осылай резинкамызды тартып отырып оверлоктап шығу керек болады. Сол кезде сборка болады. Біздің жеңдеріміз дәл осындай сборочка болады бізде. Қараңыз. Бұл жеңді төртке бөлген себебіміз біздің резинкамыз равномерный сборка жасау үшін енді машинкамен бізге дәл осы жерден тігіс жүргізіп тұру керек болады. Осылай созасыз, мінекей. Созасызда мына жақтан 0,5 тура осы оверлоктың тігісіне түсіп отырсаңыз керемет болады. Екі жеңі дайын, қазір қайырамыз, тігеміз. Дәл солай мінекей бөктейміз. Тартып отырып 0,5 тігіс жүргіземіз. Одан кейін бізде қалғаны етегі. Ұзындығын өзіңізге дәлдейсіз. Одан кейін оверлоктап дәл солай қайырып 2 сантиметрге тігіс жүргізетін боламыз. Міне біздің жеңіміз. Біз қазір осыны аламыз да. Тігісіміз мына жерде, міне. Бүктейміз. Және осы тігістен қараңыз. Мына тігіспен 5 мм қашықтықта әдемілеп резинканы тартып отырып тігіс жүргіземіз. Бисмилля. Закрепка. Міне, мына жағымды түзулеп алдым. Резинкамды тарттым. Мінекей біздің жеңіміз дайын болды. Ол осындай болып шығады. Қараңыз қандай әдемі. Қаласаңыз ортасынан тағы да бір тігіс жүргізсеңіз болады өз қалауыңызда. Енді біз етегін обработка жасаймыз. Мінекей мен оверлоктадым. Дайын. Міне біздің етегіміз. Біздің оверлоктың шоуы артқа қарап тұрады. Қазір осы жерден біз тігісімізді жүргіземіз. Міне. Мына жақта бізде
машинкамыздың линейкасы бар. Сол линейкамен бағытталып біз қайыратын боламыз. Бұл ең оңайы, ең қиыны артта. Дәл осылай тігістің бойымен мына жақта тігіс жүргіземіз. Бисмилла. Біздің көйлегіміз мына жаққа келіп түседі. Біздің инеміз дәл осының бойымен жүріп жатырады. Қаласаңыз бірінші көктеп алсаңыз болады. Либо инелеп алсаңыз болады. Егер қисық кетіп қалады деп ойламасаңыз. Мінекей бізде осындай әдемі тігістер шығады. Қараңыз. Дәл осылай біз бұны әдемілеп өтіктейміз. Айналдырып тігіп шығасыз, сонымен біздің көйлегіміз дайын болады. Нәтижесінде бізде дәл осындай керемет прямой силуетті оверсайз базалық көйлегіміз дайын болады. Бұның мойын ойындысы бізде касая бейкамен обработка жасалынған 3 сантиметрлік есіңізде болса, жеңіміз біздің резинкада осындай әдемі, және де жан тігісімізде қалтамыз бар. Егер де бұл видео сізге пайдалы болған болса, ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіз. Бұдан да басқа көйлектер және де обработканың түрлерімен таныс боласыздар.